Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым. Бүгін сіздерге кезекті 6 дәрігерді ажал құштырған Сыған әйелінің қарғысы туралы оқиғаны баяндап беретін боламын. Жуықта Өскемен қаласынан қонаққа келген Медбике құрбы қызынан естіген әңгіме ойымнан кетер емес. Өмірде неше түрлі жағдайлар болады екен-ау. Бұл ойдан шығарылған оқиға емес, өмірде шын болған оқиға. Құрбы қызым әңгімесін бастап кетті. Облыс орталығында БСМП ауруханасы бар. Сол ауруханада біраз жыл жұмыс істедім. Осыдан 5 жыл бұрын бүкіл жұрттың есінде қалған жан түршігерлік оқиға болған еді. Бір күні ауруханаға қатты ауырып Сығанның баруына түсті. Өкінішке қарай, жасы келіп қалған баруынды дәрігерлер аман алып қала алмады. Баруын қайтыс болды. Қайтыс болған естіген баруынның туыстары ауруханаға келіп, дәрігерлерді кінәлай бастады. Біраз уақыттан соң Сығанның 3 әйелі шаштарын жайып жіберіп, қолдарын аспанға созып, өз тілдерінде бірдемелер оқып, су шашып, аурухананы айналып жүріп алды. Басында мән бермесек те, адам емеспіз бе, сыртқа шығып көрдік. Олардың бұл қылықтарына таң қалған күзетте тұрған жігіттер оларды қуа бастады. Осылайша ол оқиға ұмыт болды. Арада бір ай өтпей қайғылы оқиғалар орын ала бастады. Баруын түскен хирургия бөлімінде оқуды жаңа аяқтап келіп, 3 ай ғана жұмыс істеп үлгерген жас хирург еш себепсіз асылып қалды. Барлығымыз ол да бір ауру шығар деп қабылдадық. 2 аптадан соң сол бөлімдегі травматолог жігіт те жіптен қайтыс болды. Өзінің өмірін қиятындай, ол жігітте еш себеп жоқ сияқты. Қызметте елдің алдында ұйып отырған отбасы бар, жағдайы жақсы азамат еді. Ешқашан өмірден түңіліп, көңілсіз жүргенін көрген емеспіз. Ол біздің есімізде тек ақ көңіл, мықты маман, сыйлы отағасы ретінде қалып қойды. Ол жігітті де бүкіл ұжым болып, о дүниеге шығарып салып, сол күні түнгі кезекте дастархан жайылып, әріптесіміздің жақсы істерін айтып, еске алып отырдық. Түнгі сағат 1 шамасы. Сол тұрыста өте мықты дәрігер, Сы есімді азамат аяқ астынан жүрек тоқтап қайтыс болды. Тілге де келіп үлгермеді. Қаншама дәрігерлер қасында отырса да аман алып қала алмады. 3 адамның түсініксіз тұтқиылдан келген ажалы бүкіл ұжымды орны толмайтын қайғыға душар етті. Бірінен соң бірін жерлеп есін жия алмаған ұжым есеңгіреп қалғандай. Барлығының көзінде бір мұң, барлық іс-шаралар тоқтатылған. Осылай күндер өтіп жатты. Ес жия бастаған уақытта, 1 айдан соң жасы 40-қа жақындаған шағында білімді де білікті хирург жігіт өмірден өтті. Ол жігіттің де жүрегі тоқтап қалыпты. Өмірі ауырдым деп қаңқ кетпеген азамат бірақ күнде өмірмен қош айтысты. Артында ұлы мен қызы қалды. Қайғылы оқиға бұнымен де тоқтамады. Жасы 60-тарға келген 1-ші санатты орыс хирург қайтыс болды. Негізінен ол кісінің жүрек талмасы бар еді. Үнемі дәрі-дәрмек қабылдап күтініп жүретін. Бұл оқиға осы хирургия бөлімінің ұжымын одан сайын есеңгіретіп жіберді. Талай жас дәрігер тәрбиелеп, мыңдаған адамды ажалдан алып қалған ағайымызбен де қимай қоштастық. Бірінен соң бірі себепсіз көз жұмған дәрігерлердің жұмбақ өлімінен соң дәрігерлер арасында күдік пен қорқыныш үдей бастады. 10 негр баласы триллеріндегіндей бойларын үрей билеп, кейде тіпті әзілдеп, келесі кезек менікі болар деген сөздерді айтылып жатты. Хирургия бөлімінің құрмет тақтасында қатар-қатар ілініп тұрған дәрігер азаматтардың суретіне қарап, іштей қиналып, қимастықпен еске алып жүрдік. Барлық әріптестердің ойында бір сұрақ: неге хирургия бөлімінің ер азаматтары кезек-кезек ажал құшуда? Оған себеп не? Бұл өлім тоқтайтын күн бар ма? Бұл жамандық осымен тоқтамады. Жасы 38-дегі орыс хирург жігіттен обыр ауруын тауыпты. Ол дәрігерде араға көп уақыт салмай көз жұмды. Ол ағайымызды да соңғы сапарға шығарып салып, әріптестер арасында гу-гу әңгіме тарай бастады. Осындай ауыр қайғы баруын өлгеннен соң басталды.
сол жамандық 3 сыған әйелінен келді деген журналдар пайда болды. Шынымен де ойлана бастағандаймыз. Көбі орыстанып кеткен халық ондайға сене бермейтін. Сау жүріп, бір күнде ажал құшқан азаматтар өлімі сендірмей қоймады. Орыс пен қазақ араласқан ұжымдағы дәрігерлер ақылдаса отырып, жамандықты тоқтату шараларын іздей бастады. Барлық қарғыс туралы мәліметтерді жинап, мешіт пен шіркеуге барып, кеңес алып, қарғысты тоқтату жоралғыларын жасады. Орыстар шіркеуден поп, қазақтар мешіттен молда келіп, құрбандық шалып, Құран оқытып дұға тіледі. Осыдан кейін жамандық тыйылғандай болды. 2 айдан соң жасы үлкендеу дәрігер ағамыздың аяқ астынан қолына қотыр басты. Қабылдамаған емі, бармаған жері қалмаған хирург келесі кезек менікі шығар деп үнемі көңілсіз болып жүреді. Бірақ бір күні таңғажайып оқиға болып, аяқ астынан қотырлары өзінен өзі жазылып, орнында тек тыртық қалды. 1 айдан соң тыртықтың ізі де қалмады. Міне, осылайша Американың «Пункт назначения» сериалының сюжетіне ұқсас оқиға менің көз алдымда болған еді. Сонымен 6 азаматтың өмірін алып, 1 азаматтың қолына жара шыққан жаман оқиға осымен тоқталды. Бірақ ондай мықты дәрігерлер ортамызда енді жоқ. Өкініштісі сол. Халық өмірін ажалдан арашалайтын ақ халатты абзал жандар өз өмірлеріне тосқауыл бола алмады. Әттеген-ай, осының бәрін ерте ойластырып, қан шығарып, құрбандық шалып, дұға жасағанда осы қайғылы оқиғалар болмас па еді, деп ұжымдастарым өкінішпен айтып жүрді. Қазір біраз уақыт өтті, ол оқиға ұмытыла бастаған. Бірақ сол кездегі жағдай талай адамның мәңгілік жүрегінде шер болып қатып қалды. Жақсылығын аямаған, науқастарға мейірімін төгіп, қол ұшын берген әріптестерді сағынатын кездерімізде болды. Кейде ойлаймын, мүмкін ол қарғыс емес, жай ғана сәйкестік пе деп. Бірақ сап-сау жүрген азаматтардың бірінен соң бірі көз жұмғанын ойласам, қарғыс емей неме деп қаламын. Әулие Мәшһүр Жүсіптің дүниеде көшпенде 2 халық бар, бірі қазақ, бірі сыған. Сығанның дуасы, қазақтың батасы кәміл қабыл болады дейді. Сондықтан сығандардың жасаған жаман дуасының беті қайтқанына іштей қуанамын. Сиқырдың сырын меңгерген аса қауіпті жоғары дәрежедегі сығандардың қарғысының салдары өте ауыр екеніне көзім жеткендей, деп аяқтады құрбым әңгімесін.